Бәріне сәлем. Менің артымда дәл қазір Нұр-Сұлтандағы экотеатр қойылымының дайындығы болып жатыр. Экотеатр дәл солай. Балалармен қоқыс жайында және қайта өңдеу жайында ойын туралы сөйлескен өте дұрыс. Қараңыздаршы, бұл өте қызық. Достар, сіздер бұл жерде қылмыскерлерді көрмедіңдер ме? Жоқ көрген, ал олар не істеді? Олар қоқысты лақтырып менен қашып кетті. Достар, қоқысты ешқашан лақтырмаңдар, ал мен анау қылмыскерлерді іздеуге кеттім. Біз әдетте балаларды экология туралы қалай тәрбиелейміз? Қоқысты тастама, артыңнан жина деп айтаймыз. Бірақ ол жұмыс істейді ма? Сабина есімді жас таланттан сұрап көрейік. Сәлем, Сабина. Сәлеметсіз бе? Саған негізі осындай экотеатрда ойнаған ұнайды ма? Я ұнайды, өте қатты ұнайды. Мен негізі 13 жасымнан бастап осындай театральный заттарға қатысқанды өте қатты жақсы көремін. Бұл менің хоббиім немесе жұмысым десем де болады. Ал негізі сенің жасындағы балаларға TikTok түсіру, YouTube көру деген нәрселер қызығырақ сияқты көрінуші еді. Бірақ сендер мына жерде қоқыс туралы, сұрыптау туралы айтасыңдар, иә? Сонда сендерге сол қызығырақ па? Я негізі қазіргі балалар TikTok, Like, Among Us, Minecraft деген ойындарды сондайды жақсы көреді. Бірақ біз ондаймен емес, театр арқылы біздің экологиямызды, яғни сұрыптау, дұрыс сұрыптау, табиғатты ластамау туралы айтамыз. Қайта өңдеу жайында айтасыңдар, қайта өңдеу. Яғни табиғатты ластасақ, ол біздің қоршаған ортамызға зияны көп. Ал сен үйде негізі қоқыстарды сұрыптайсың ба өзің? Менде үйде сары пакеттер, жасыл пакеттер қойып қоямын. Мамама да, папама да айтам, сұрыптап үйреніңіздер деп. Бүкіл отбасыңмен сұрыптайсың ғой? Дұрыс. Саған өте үлкен алғысымды білдіремін. Сендердің қойған экотеатрларың керемет нәрсе. Сен үлкен талантсың. Осы жолыңнан тайма, ары қарай өсе бер, өне бер. Рахмет саған. Рахмет, сізге де рахмет. Гүлнар, айтыңызшы, осы қазір болған қойылым, ол несімен ерекшеленеді? Негізінде экотеатр ол оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың негізі болып табылады. Сол себептен балалар осы қойылым арқылы қатты тұрмыстық қалдықтарды дұрыс сұрыптай келе, біз әлемімізді сақтаймыз деген ойды жеткізгісі келді. Экотеатрдан басқа сіздердің мектептеріңізде экология жайында қандай іс-шаралар қолданылады? Қыркүйектен бастап 4 этапта республикалық жоба енгізілген. Экосар деген, Экосар 1, Экосар 2, Экосар 3 және Экосар 4 қазіргі таңда өтіп жатыр. Осы жоба арқылы балалар үйдегі тұрмыстық қалдықтарды дұрыстап сұрыптап үйренді және қажет емес заттарды мектепке әкеліп тапсырып, ол қалдықтардың бәрін біз Clean City арқылы жинақтап отырдық. Ол атқарылған жұмыстардың барлығы біздің жаңағы партнерларымыз бағалап, бізге үлкен осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Бізге үлкен қолдау көрсетіп, біздің мектебімізге мысалы кітаптар сыйланды және одан кейін бізге сертификаттар ұсынылды. 50 мыңдық, 150 мыңдық. Ол сертификат арқылы бізге түрлі гүлдер, гүлзарлар сыйға тартылды. Олардың бәрін оқушылармен бірге егіп, одан басқа бізге 10 түп ағаш алмасын сыйға тартып, алма бағын егіп, қазіргі таңда балаларымыз қуанып осы алмаларға су құйып, күнделікті қарап, енді осы бақтың қашан алмасын жейміз деген үмітпенен, қуанышпен, үлкен қуанышпен күтіп жүр. Одан басқа осы айтайын дегенім Сарғатасқа жобасына қатысып, балалар үлкен жетістіктерге жетті. Бізде 100 отбасы таңдалған болатын. 100 отбасының ішінде бүкіл отбасылар мүшесі жаңағы осы жобаға қатысып, сары жәшіктерге қоқыстарды тастап үйреніп, және ол сыйға телевизор, планшет сыйға алынып, жаңағы осындай үлкен қуанышқа кенеліп отыр біздің балаларымыз. Керемет екен. Балалар деген осы жерде экология
тақырыбында қолдарымен өздері де көп нәрселер істеп үйренеді. Иә, әрине. Бүгін біздің көрсеткен жаңағы жобамызда балаларды пластикті жай ғана тастай салмай, оны одан екінші өмір сыйлауды біз үйретіп отырмыз. Осы пластикалық бөтелкелерді қиып, одан түрлі ыдыстар жасап, одан түрлі қалақ жасап, сол заттарды қолданып екінші өмір сыйлап, гүл егуді үйретіп, тек қана гүл ғана емес, неше түрлі дәнді дақылдарды егіп, осылай өнім алуды үйретіп отырмыз. Біздің үлкен үмітіміз бар, балалар осы алған білімдерін алғашқы болашақта қолданады деген үміттеміз. Ары қарай біздің жасыл әлеміміз осы балалардың қолында деп үміттенеміз. Біз бүгін керемет қойылымның куәгері болдық. Балалардың әлеміне жиірек саяхат жасайық. Экология тақырыбын көбірек көтерейік. Біздің каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және осы видеоны ары қарай таратыңыздар. Бәріне рахмет, қош сау болыңыздар.